негізгі тақырыбымызды бұрылайық. Салауат айту. Салауат айтумен адамдар өмірін реттеп алған апалар. Салауат айтумен адамдар қарыздарынан құтылған. Салауат, қараңыз, кімде-кім Құран оқып отырса, кімде-кім салауат айтып отырса, Алла Тағала ол адамға қажетін бере береді. Бұл дұға ретінде жүреді. Қараңызшы, апалар, еркекше айтайық. Джеки Чанды танисыздар ма, танымайсыздар ма? Танисыздар, дұрыс па? Ван Дамды танисыздар ма, танымайсыздар ма? Ван Дам постоянно бұтын айратта жүреді ғой, шпагат ашып. Пайғамбар айтады, адамдар кімді жақсы көрсе, қияметте сонымен бірге болады дейді. Бәріміз қияметтің күнін шпагат ашып, сальто тастап жүрмейік, талмен тасқа тырбың ет жыбырлап, домдардан секіріп. Шварценеггер танимыз ба, танымаймыз ба? Танимыз, дұрыс па? Убай ибн Кааб радиаллаху анху танимыз ба, танымаймыз ба? Құдайдың құдіреті қияметте кіммен болайын деп тұр көзі. Амр ибн Ас танимыз ба, танымаймыз ба? Ой Алла. Убай ибн Кааб радиаллаху анху. Алла Тағала атын атаған санаулы ғана сахабалар бар. Соның бірі Убай ибн Кааб радиаллаху анху. Пайғамбар саллаллаху айтады, Алла Тағаладан Құран қалай түскен? Дәл солай естігісі келген адам Құранды Убай ибн Кааб радиаллаху анхуға барсын деген. Құран қалай түскен? Дәл солай оқып бере алатын адам Убай ибн Кааб радиаллаху анху. Бір күні Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен отырған кезінде айтады, ей Убай ибн Кааб, Джибрил амин келді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанына Джибрил періштеге айтады, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, Убай ибн Кааб радиаллаху анхуға айтшы, Алла Тағала оған сәлем айтып жатыр. Және айтып жатыр, айт Убай ибн Кааб радиаллаху анху, لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. Айтсыншы дейді. Убай ибн Кааб радиаллаху анху Байина сүресін оқысыншы дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған айтады, ей Убай ибн Кааб, менің жанымда Джибрил періште келіп тұр. Айтып жатыр, Алла Тағала Убай ибн Кааб радиаллаху анхуға сәлем айтып жатыр. Және Байина сүресін оқысын деп айтып жатыр дейді. Сонда Убай ибн Кааб радиаллаху анху жылайды. Менің атымды айтып жатыр ма? Деп жылайды. Я, сенің атыңды айтып жатыр дейді. Міне Алла Тағала қазір бізге да келіп айтса да, Тоқайып, ана жарқынға сәлем айтыңдар деп айтты десе бар ғой, шалқаңымыздан сүйіндіп тұр ғой, дұрыс па? Ол бір елдің басшысы ғой. Ал бүкіл әлемнің басшысы Алла Тағала сенің атыңды айтып сәлем айтса не боласың? Убай ибн Кааб радиаллаху анху бір күні Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келіп айтады, я Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, түнде бір уақыт бар, мен тұрамын, бір сағат уақытым бар, мен тұрамын, Алладан қажетімді сұраймын дейді. Бұл тахаджудты айтып тұр. Дәл сол кезде, сол бір сағат дұғамның ішіне кішкене уақыт салауат қоссам бола ма дейді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, арттырсаң жақсырақ дейді. Көбірек айтсаң жақсырақ. Жартысын арттыра бер. Оның жартысын тағы қоссам арттыра бер. Сол кезде қараңызшы, мынандай сөздер болады. Убай ибн Кааб радиаллаху анху Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, я Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, ал егер сол бір сағаттың бүкілінде салауат айтсамшы деген кезде қараңызшы не дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Олай болса, Алла Тағала сенің жүрегіңдегі уайымды шығарып тастайды, бүкіл күнәңді кешіріп тастайды дейді. Енді осы жерде ғалымдар айтады, жүрегіңдегі уайымды шығарып тастайды деп нені айтып жатыр? Сенің жүрегіңдегі уайымың сол Құдайдан сұрағың кеп тұрған нәрсе емес пе сол? Дұға қылғың кеп тұрған нәрсе емес пе еді сол жүрегіңдегі уайым? Соны былайша айтқан кезде не? Құдай сенің сұрамақшы болған нәрсеңді береді, сонымен қоса күнәңді кешіреді дейді. Енді қараңызшы, кімде-кім бір сағат дұға қылса, Құдай оның сұрағанын береді. Ал кімде-кім бір сағат салауат айтса, оның сұрағанын береді, күнәларын кешіреді. Қайсысы артықтау? Салауат.
Құлшылықтың үлкені не деген кезде? Құлшылықтың үлкені салауат деген. Өйткені Құр'анда Алла Тағала намаз жайлы айтқан кезде не деген? Сіздер намаз, басталуын қараңыздар, қалай бастайды? Сіздер намаз оқыңыздар. Намаз сіздерді арсыздықтан, жамандықтан, лас тірліктерден қайтарады дейді. Енді ораза жайлы келген кезінде не дейді? Я айюхалладина аману, ей Аллаға иман келтіргендер, кутиба алейкумус сияму, кама кутиба алалладина мин qablikum, лааллакум таттақун. Сіздер ораза ұстаңыздар. Сіздерге ораза парыз етілді, сіздерден бұрынғы қауымдарға да парыз етілгеніндей. Бәлкім тақуалыққа қол жеткізерсіздер дейді. Екеуінде де сөздің басталу манерасын қараңыз, не деп жатыр? Сендер оқыңдар, сендер ұстаңдар деп басталып жатыр ғой, салауатқа келген кезінде Алла Тағала Құранда былай бастайды екен. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Сендер оқыңдар, сендер ұстаңдар демейді. Расында Алла Тағала салауат айтады. Және бүкіл періштелер салауат айтады. Я айюхалладина аману, ей Аллаға иман келтіргендер, саллу алейхи ва саллиму таслима. Сендер де оған салауат айтыңдар және сәлем жолдаңдар дейді. Қараңызшы, салауатқа келген кезінде Алла Тағала, ей иман келтіргендер, салауат айтыңдар деген жоқ. Мен де салауат айтам, періштелер де салауат айтады деп бастады. Бірақ алдында мен намаз оқимын, періштелер намаз оқиды. Мен ораза ұстаймын, періштелер ораза ұстайды деп бастаған жоқ еді ғой. Салауатқа келген кезде бұның маңыздылығы не? Алла Тағаланың өзі де салауат айтады екен. Періштелер де салауат айтады екен. Сендер де салауат айтыңдар дейді. Сонда айтады, бұл құлшылықтың үлкені дейді. Бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйінен шығып келе жатады да, құрма бақшасына келе жатып, көшеде кәдімгі сәждеге құлайды. Сәждеде ұзақ жатып қалады. Сонда артында Абдурахман ибн Ауф деген сахаба келе жатады, радаллаху анху. Білесіздер ғой ол кісінің тарихын. Абдурахман ибн Ауф бай болған сахабалардан, ол жердегі тасты тепсе, астынан алтын шығатындай, берекелі адам еді, сондай тез байитын дейді. Сол айтады, пайғамбар салсам соншалықты ұзақ жатты, дүниеден өтіп кетті ма деп қорықтым дейді. Барып түрткен кезінде